Қайырлы күн, әдебиет сүйер оқырмандарым. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Аяз би ертегісіндегі қоғамдық әлеуметтік мәселелер мен осы ертегінің композициясы. Ертегінің қоғамдық әлеуметтік мәселелеріне не жатады? Яғни бүкіл қоғамға ортақ мәселелер. Ел басқарудағы әділдік, достық, әлеуметтік теңсіздік, отбасылық қарым-қатынас, үйлену, әлеуметтік оқшаулану, адам құқығының бұзылуы. Енді осылардың әрқайсысына тоқтала кетсек. Бірінші, әлеуметтік оқшаулану. Оған шығармадан мынандай мысал келтірейік. Таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, 5-10 қойды бағып жүрген жалғыз адам. Жаманның мына бір сөзінде мысалға келтірсек. Менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала көрді. Келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін, дейді. Байқап отырғанымыздай, мұндағы кейіпкер жалғыз, қоғамнан алшақтаған. Осыдан біз тұлғаның әлеуметтен оқшаулануын, жалғыздығын көріп отырмыз. Екінші, әлеуметтік теңсіздік мәселесі. Оны уәзірлердің мына сөзінен байқаймыз. Бұл жаман біздің жаман кісі іздегенде, ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді, дейді. Байқағанымыздай, жаман қанша ақылды, данышпан болғанымен, уәзірлер оның кедей екендігін баса айтып отыр. Өздерімен қатар жүргенін құп көріп тұрған жоқ. Осыдан біз әлеуметтік теңсіздікті, яғни қоғамның сол кезде де бай-кедей деп бөлінгенін байқаймыз. Келесі мәселе үйлену мәселесі. Шығармада Уәлибайдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақылы артық кісіге тием деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Байқағанымыздай, жаман сияқты қыз да әлі тұрмыс құрмаған. Бірақ себеп екі түрлі. Жаман кедей болғандықтан үйленбеген, ал қыз өзінің ақылына лайық жігіт іздеп отырып қалған. Қызға жігіттің бай болуы маңызды емес, ең бастысы оның ақылды болуы. Келесі мәселе отбасылық қарым-қатынас мәселесі. Бұл жерде отбасылық қарым-қатынаста ең бастысы не керек екендігі де шығармада көрсетілген. Бірінші, жаман өлім аузында тұрса да, қызға берген уәдесінде тұрып, ханға қызға барғанын айтпады. Осылайша екеуінің арасында өзара сенім қалыптасады. Міне бірінші құндылық сенім. Екінші, жаманды хан барса келмеске жұмсағанда, жаман әйелімен ақылдасады. Әйелінің ақылымен сапарға шықпай, үйінде жата береді. Бұдан байқайтынымыз, отбасында ерлі-зайыпты бір-бірімен ақылдасу керек екендігі, әрқайсысының пікірі құнды екендігі байқалады. Үшінші, жаманның әйелі ханды ұтымды жауабымен ұялтып тастап, өз күйеуін қорғап қалды. Бұдан байқайтынымыз, әйел нәзік жанды болса да, өзінің ерінің намысын қорғап қалғандығы, бұл да отбасылық қарым-қатынас, отбасылық құндылыққа жатады. Келесі, достық мәселесі. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болыпты. Хан жаманды сағынады, бәрі де жамандай бола алмайды. Осы жерде жаман мен хан екеуі рухани жақын болғандығын да байқауымызға болады. Маданханның мына бір сөзі: ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз. Таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін, дейді. Бұл сөзінен досынан ештеңені аямайтын, тіпті астындағы тағын да беріп, өзінің әлеуетінен досының әлеуеті мықты екендігін мойындағанын көруімізге болады. Келесі мәселе адам құқығының бұзылуы.
ертегіде зәрлі ханның әйелі өз баласына ағынан жарылғанда мына бір әңгімені айтады. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен дейді. Бұл жерде адам құқығының бұзылуы әрине көрінеді. Әйел баласы мейлі ұл тапсын, қыз тапсын, бірақ өмір сүруге құқылы. Оны қыз тапқаны үшін өлтіргені, ең басты құндылығы өмірінен айырғаны адам құқығының өте өрескел бұзылуын көрсетеді. Зәрлі ханның әйелінің сөзі: ақиреттік дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал дейді. Бұл жерде де адам құқығы тапталып тұр. Жаңадан туылған нәрестенің әрі қарайғы бүкіл тағдыры өзгеріске ұшырады. Бұл да адам құқығының бұзылуы. Ханның жаманды барса келмеске жұмсап, әйелін алғысы келуі де адам құқығының бұзылуына жатады. Келесі ел басқарудағы әділдік. Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Аяз би әділ болды, тура билік етті, нашарларға қарасты дейді. Міне, ел басқарудағы әділдік елдің өркендеуіне, көркеюіне, басқа елдердің қызыға қарауына және сол елде үлкен бақыттың орнауына әсер ететіндігінде осыдан байқауымызға болады. Ал енді ертегінің сюжетіне келсек. Оқиға қалай басталады? Әрине хан тапсырмасымен. Хан тапсырма береді. Әрі қарай оқиға дамуы үшін байланыс болу керек. Оқиғаның байланысы жаманды жолықтырғаны. Егер жаманды жолықтырмағанда, әрі қарайғы оқиғалар орын алмас еді. Сондықтан да оқиғаның байланысы жаманды жолықтыру деп білеміз. Әрі қарай оқиғаның дамуы, ханның сынағы, жаманның үйленуі. Оқиға дами келе шарықтау шегіне жетеді. Бұл жерде хан үлкен қателік жасайды. Ханның жаманды барса келмеске жұмсауы оқиғаның шарықтау шегі болады. Енді хан сол қателігін мойындап түзеу керек. Бұл оқиғаның шешімі, яғни уәзірлерді жазалауы және тағын жаманға ұсынуы. Осылайша ертегінің сюжеті анықталды. Құрметті оқушыларым, оқырмандарым, егер осы видеоны жақсылап көріп түсінген болсаңыздар, қажет тапсырмасын, қажет тұсын өздеріңізге жазып алыңыздар. Ертең өздеріңіздің бақылау жұмыстарыңызға, жалпы өмірлеріңізге де қажет болады. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қайырлы білім болсын сіздерге.